сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіз, ағай. Қане көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Бүгін біз сіздерге табиғат әлемінде бүгінгі білімдерімізді көрсететін боламыз. Табиғат әлемінен өзіміздің алған білімдерімізді көрсететін боламыз. Иә, балалар? Олай болса, сендердің көңіл-күйлеріңді көтеру мақсатында біз бір ерекше амандасып алайық. Келістік пе? Кәне, олай болса, орнымыздан тұрып, экранға қараймыз, кәне. Осындағы біздегі берілген тапсырмаларды қайталайтын боламыз. Мұқият тыңдаймыз. Қараңдаршы, қазір жылдың қайсы мезгілі? Күз. Өте тамаша, күз мезгілі. Біз табиғатта жыл мезгілдері неше болады екен бізде? Жыл мезгілдері неше? Кәне санайықшы кәне. Көктем, жаз, күз. Өте тамаша. Ал енді балалар маған айта қойыңдаршы кәне. Сендерге жыл мезгілдері біздің ұнайды ғой? Жыл мезгілдерінің жақсы және бізге ұнамайтын жағы да болады, иә балалар? Ал олай болса, сендердің барлықтарыңды мына столға шақырамын. Бұл столда біз жыл мезгілдерін құрастыратын боламыз және оны жабыстыратын боламыз. Кәне келе қойыңдар. Ал енді мынау қараңдар. Мынау күз мезгілі, иә? Бұған күз мезгілдерін жабыстыратын боламыз. Мынау жаз мезгілі, жаз мезгілдерін жабыстыратын боламыз. Мынау көктем мезгілін ортаға қоямыз. Барлығын жабыстыратын. Бұл көктем мезгілі. Абзалдың алдындағы қыс мезгілі. Өз алып, өз жабыстырады. Кәне әрқайсымыз өзіміз алып. Жоқ, бізде өседі, кәне. Жыл мезгілінде. Мемлекетке барамыз күз мезгілінде. Күз мезгілінде. Жапырақтардың түстері қандай болады? Балалар маған айта қойыңдаршы кәне. Жаз мезгілі бізге ұнайды ма? Жазда біз не жасаймыз? Жаз мезгілі несімен ұнайды бізге? Суға. Не істейміз суға? Шомыламыз. Сосын? Өте тамаша. Қыс мезгілі ше? Қыс мезгілінде не жасаймыз біз? Аққала жасаймыз. Сосын қандай ойын ойнаймыз? Қар лақтырып ойнаймыз, иә? Шаңғымен ойнаймыз. Өте жақсы. Ал күз мезгілі ше? Күз мезгілі ше? Жемістер өседі екен. Сосын? Жаңбыр жауады. Күн салқындайды екен, иә? Ал енді көктем мезгілінде ше? Көктем мезгілінде не болады екен? Кәне есімізге түсірейікші кәне? Жаңбыр жауады. Сосын? Құстар ұшып келеді. Өте тамаша. Өте күн салқындайды. Күн жылына бастайды. Салқын күн жылына бастайды. Өте тамаша. Рахмет балалар. Ал балалар қараңдаршы кәне. Бізде түрлі түсті шар бар екен. Біз осы шарларды жыл мезгіліне теңестіретін болсақ, сары шарды қандай жыл мезгілі дейміз? Күз. Өте тамаша. Ал жасыл шарды? Өте тамаша, көктем. Ал ақ шарды? Қыс. Өте тамаша. Ал қызыл шарды? Жаз. Өте тамаша. Өте тамаша. Ал енді балалар қараңдаршы кәне. Осы шарлар бізге жыл мезгіліне біз сәйкестендірдік. Ал енді осы шарларымыз бізге өзінің тапсырмасын ала келіпті. Ал енді тапсырма орындауға дайынсыңдар ма? Ал олай болса, біз әр шарды жарып, оның тапсырмасын орындайтын боламыз. Келістік пе? Кәне балалар келе ғой. Қазір жылдың қайсы мезгілі? Күз. Шарды жара қой. Кәне ішіндегі тапсырманы орындайтын боламыз. Ұстап тұрамыз. Кәне қазір. Мына жаққа шығып кетіп тұр. Бақой бір отырау. Қазір мен сендерге жыл сары шардың тапсырмасын оқып беремін. Кәне сары шардың тапсырмасы.
қарап, тақпақты тап ойынның ережесі мемо кесте арқылы тақпақты қазір мен экранға шығарамын. Сосын барлығымыз экранға қараймыз. Берілген суреттерге қарап, біз құрастырамыз. Ол құрастырған біздің суреттерден тақпақтар шығатын болады. Олай болса, интерактивный тақтаға қараймыз. Сосын ол тақпақты біз айтатын боламыз. Тақпақ дұрыс айттық па, дұрыс айтпадық па, QR кодтар телефоннан қарайтын боламыз. Келістік пе балалар? Иә. Енді балалар, мұқият тыңдаймыз. Біз мына суреттерді құрастырып, біз тақпақ жолдарын шығаратын боламыз. Одан кейін, осы тақпағымыз дұрыс па, дұрыс емес па, оны біз QR кодтан қарайтын боламыз. Ал енді маған, осы тақпақты кім құрастырып айтып бере алады? Мен. Кәне Елдана келе ғой. Ұстай ғой. Оян соғады оң жақтан, оян соғады сол жақтан. Қайлақты ойнаймыз, су өтеді қолғаптан. Өте тамаша. Рахмет, Елдана. Отыра ғой. Ал енді Елдана бізге дұрыс айтты ма, дұрыс айтпады ма, қазір QR кодтан қарайтын боламыз. Қыс ең суық жыл мезгілі. Қыста қар жауады. Қар үйдің шатырларына, ағаштарға, жерге түседі. Айналаның бәрі әппақ. Күн қысқарып, ерте батады. Түн ұзын болады. Өзен мен көлдердегі су қатып, мұзға айналады. Ағаштар жапырақсыз тұрады. Тек қарағайлар мен Ал енді балалар, жаңа біз қыс туралы тақпақ айттық, иә? Содан қыс мезгілі туралы. Боран соғады оң жақтан, боран соғады сол жақтан деп. Ал біздің келесі тақпағымыз қайсы жыл мезгіліне келеді екен? Өте жақсы. Ал осы тақпақты маған кім айтып береді екен? Алдияр келе ғой. Алтын сары қызыл көк, ауан запырақ, күзгі бақта. Күлімдеп, көз келді атырап. көз тартады атырап. Кәне біздің Алдияр дұрыс айтты ма екен? Кәне QR кодпен қарайық, кәне. Алтын сары қызыл көк, ауан жапырақ, күзгі бақта күлімдеп, көз тартады атырап. Тамаша. Балалар сіздерге ұнап жатыр ма? Иә. Ал енді келесі тақпағымыз. Ал енді балалар, келесі тақпаққа. Кәне, суреттерге қарап, кім бізге тақпақты айтып береді екен? Кәне, шыға ғой. Қоғамын саспанда, жейде жатса баспанда, тереп алып, қастелеп, тұрғайларға сасамыз. Өте тамаша, өте тамаша. Елдана, рахмет. Сасамыз деймін. Қиқының шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Өте тамаша, өте тамаша. Ал енді балалар, қараңызшы, біз тақпақты өзіміз құрастырып айтып шықтық, иә? Ал біздің тақпағымыз дұрыс емес екен, біз неден тексердік? Өте тамаша, QR кодтан біз тексердік, иә? Ал енді балалар, қараңызшы, біз күз мезгілінде сары шарымызды жардық. Ал енді күз мезгіліне екен. Қайсы жылдың мезгілі? Қыс мезгілі. Біз қыс мезгілін қандай шармен теңестірдік? Ақ түсті. Олай болса, ақ түсті шарды жаруға кім келеді екен? Мен. Келе ғой. Ал енді балалар мұқият тыңдаймыз. Ақ шардың тапсырмасы
суретке қарап, санға сәйкестендіріп, есепті шығарамыз. Біздің алғыларымызда есептеріміз тұр. Кәне, сол бұл тапсырмада сендерге математиканың мнемо кестесімен таныстыратын боламын. Қазір не? Қараңдаршы балалар, барлықтарымызды ашамыз. Біз жазған жоқпыз. Бұл мнемо кесте арқылы бізге берілген есептер. Біз осы есепті өзіміз санға сәйкестендіріп суреттерді есеп шығаратын боламыз. Кәне бастадық. Санаймыз. Апай мындай, апай қара мен дұрыс жаздым. Апай мен дұрыс жаздым. Өте жақсы. Ал балалар өте тамаша. Сендер математикада жүйелік екенсіңдер. Есептердің барлығын шығарып тастадыңдар, иә балалар? Иә. Олай болса, кішкене бойымызды серіп аламыз. Әлі орнымыздан тұрамыз. Енді балалар экрандағы жаттығуларды қайталайтын боламыз. Көңіл-күйіміз қандай? Жақсы. Өте тамаша. Олай болса, орнымызға отырып аламыз кәне. Ал енді балалар, бізге келесі шар. Бізде қыстан кейінгі жыл мезгілі қайсы жыл мезгілі? Көктем. Көктем. Өте жақсы. Олай болса, біз қайсы шарды жарады екенбіз? Көктем. Жасыл шарды жарады екенбіз. Өте тамаша. Кәне Айсана келе ғой. Апай бұл не? Лаңдаптық. Кәне. Ой, тамаша. Кәне, олай болса, кәне тапсырма ғой. Мәне. Қазір апай тапсырманы оқиды. Ал енді жасыл шардың тапсырмасы. Айсана, отыра ғой. Ал енді жасыл шардың тапсырмасы. Балалар мұқият тыңдаймыз. Шарға түрлі түсті қағаздарды жапсыратын боламыз. Кәне қараңдар балалар, мен сендерге мынандай тамаша шарларды дайындап қойдым. Біздің табиғатымыз, 4 жыл мезгіліміз сан алуан болғандықтан біз қайшымен өзіміз қағаздарды қиятын боламыз және оны шамдарға жабыстырып шығамыз. Сонда біздің табиғатымыз сан алуан түрленетін болады. Біз онымен табиғаттың ғажабын көрсететін боламыз. Кәне келе қойыңдар балалар. Кәне, жұмысымызды бастаймыз. Өте тамаша. Міне. Өзің алдыңдағы шарға жабыстырайсың. Әрқайсымыз өзіміздің алдымыздағы өзіміздің шарымызға жабыстыратын боламыз. Кәне. Міне ала ғой. Бір қолымызбен ұстап тұрамыз. Балалар қызық екен? Иә. Қызық болып жатыр ма? Апайны тіл ерген ба? Кәне, тездетеміз. Тездетеміз. Өте тамаша. Қызыл
Тамаша. Тамаша міне. Айсана тамаша. Тамаша, кәне. Өте тамаша. Міне Елдананыкы да өте тамаша шығып жатыр. Балалар сізге ұнап жатыр ма? Иә. Күшілмеген? Иә. Өте тамаша. Ал енді балалар қараңдаршы, біздің табиғатымыз неше түрлі болса, бізге әдемі болады екен, иә? Иә. Біз шарымызды түрлі түске боядық. Сонымен біз табиғатымыздың сан алуандығын, әдемілігін көрсеттік. А шарғыға түрлі түсті қағаздарды жабысуға сүйреген ұнады ма балалар? Иә. Өте тамаша. Рахмет балалар. Ал енді балалар, бізге ең соңғы шарымыз қалды, иә? Ең соңғы шарымыз. Бұл шар түсі қандай екен? Қызыл. Бұл қайсы жылдың мезгіліне екен? Жаз мезгіліне. Ал енді біздің шарымызды кім жарады екен? Мен. Жаз бұл келе ғой. Ой, тамаша. Рахмет. Ал енді балалар, біз қызыл шардың тапсырмасын орындайтын боламыз. Ал қызыл шардың тапсырмасы мұқият тыңдаймыз. Ал енді біз балалар қимылды ойын ойнаймыз. Ойынымыздың аты жасырынған санды тап. Қазір біз тұрамыз. Мен ойынның шартын сендерге айтамын. Содан кейін ойынды ойнайтын боламыз. Балалар, бізге қазір қызыл шардың тапсырмасы жасырынған санды тап деді, иә балалар? Қараңдаршы, бұл бізде қимылдық ойын. Мұнда бізде қаншама стакандар тұр екен. Ал осы стакандардың астында бізде сандар жасырынған екен. Кәне, келе қойыңдар, бәріміз дөңгелене тұра қаламыз. Кәне, ұстап. Дөңгеленіп. Кәне, біз дос болайық, кәне. Бір-бірімізбен дос болайық. Мына жерге бұлай алдық. Өте тамаша. Дөңгелек болдық па, дөңгелек болған жоқпыз ба? Кәне дөңгелек боламыз, ерден алдыға таман. Біз дөңгелек болдық. Біз бір-бірімізбен дос болдық, иә балалар? Ал енді бізге ойынымызды Абзал бастайтын болады. Кәне Абзал? Қандай сан екен Абзал? 6. Өте тамаша. Және шыл-шыл тұрамыз. Мына жақтардан да үлесімді болады. Өте тамаша. Қандай сан екен? 9. Кәне бірімізге көмектесіп жібереміз. 9 екен. Мына жақтардан үлесімді де болады. Алдияр? Молодец. Тамаша. Келесі Елдана. Қайсыны үрегін кеп тұр? Өте тамаша. Елдана? 2. Өте тамаша. Шансылу? Өте тамаша. Неше? 10. Кәне Саида? Неше екен Саида? Көмектесеміз. 7. 7. Молодец. Тамаша. Айсана? Айсана неше екен? Айсана? Кәне көмектесеміз балалар? 8. Кәне? 1. Тамаша. Бағдаулет? 5. 5. Өте тамаша. Кәне балалар маған қарай қойыңдаршы кәне. Өте тамаша. Кәне балалар біз сандарды қаншалықты білетінімізді көрсеттік, иә? Өте тамаша. Бұл сандар стакандардың астына жасырынып қалған екен. Біз оны тауып айттық. Балалар ойын ұнады ма сендерге? Ал енді балалар қараңдаршы маған. Бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекетіміз ұнады ма сендерге? Ұнады ма? Біз бүгін не жасадық? Кім айтады? Мен. Айта ғой. Түрлі түсті қағаздарды шарға жабыстырдық. Түрлі сияқты қиып жабыстырдық. Өте тамаша. Және тақтадан Бағдаулет не жасады? Не айттық біз тақтадан? Жаттығу жасадық. Біз жаттығу жасадық тақтадан. QR кодтан қарадық, дұрыс па, дұрыс емес па? Өте тамаша. QR кодтан қарадық. Тағы не жасадық? Тағы қандай ойын ойнадық? Сандар. Кезек кетіп, айналысысын беді фұрыл қандай санке айту керек. Біз үрлегедік, иә? Жасырынған санды таптық. Және не жасадық?
әрекетіміз ұнады ма сендерге? Иә. Қане көңіл күйлерің қалай екен? Жақсы. Енді сендерге балалар STEM әдісімен, тәжірибесімен сендерге мынандай гүлдер жасап қойдым. Осы егер бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз сендерге ұнаған болса, бұны біз қызыл түспен бояймыз. Және оны суға салып, біз өзіміздің гүлімізді жасайтын боламыз. Ал егер бізге бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз түсініксіз болатын болса, көк түспен бояймыз гүлімізді. Ал егер бізге мүлде ұнамаған болса, онда жасыл түспен бояймыз. Келісіп пе балалар? Иә. Гүлді ашып. Бояды. Енді келе қойыңдар, гүлдеріміз дайын болса, кәне барлығымыз келеміз, барлығымыз келеміз, кәне. Кәне стаканымызға су гүлімізді саламыз. Апа, төбесін саламыз ба? Жоқ. Астында саламыз. Кәне, басымыз көтереміз. Қалай тамаша. Күшті балалар? Өте тамаша. Бүгінгі біздің ұйымдастырылған іс-әрекетіміз барлықтарына ұнаған екен, иә балалар? Қалай күшті ме балалар? Кәне, олай біз шеңберге тұрамыз, кәне. Ой, біздің гүлдеріміз қандай тамаша болды. Біз бүгін табиғатты бейнеледік, иә балалар? Бүгінгі іс-әрекетіміз ұнады ма сендерге? Барлықтарыңа рахмет балалар. Ал енді балалар, мен сендерге үйге тапсырма дайындап келдім. Үйге барғанда, мына QR кодпен тақпақты қайталайтын боламыз. Келістік пе? Мына QR кодтан біз телефоннан қарайтын болсақ, бұл QR кодтан бізде тақпақтар шығатын болады. Біз үйде осы тақпақтарды қайталап келетін боламыз. Келістік пе балалар? Өте тамаша. Кәне, бір-бірден аламыз. Алағай. Өте тамаша балалар. Балалар сізге ұнады ма? Рахмет сендерге балалар.